бүгін не ойнаймыз? Жаңа ғана догонялка ойнадық, сосын таласпақ ойнадық. Бәрін ойнап тастадық. Мен білмеймін, шаршап қалдым, әйтеуір күште отыратынмын. Давайте біз мынадай ойнайық. Кім соңғы сөйлеп қояды, кім бірінші сөйлеп қояды, короче, сол ұтылады, короче, дейтін. Біз сөйлемеуіміз керекпіз, содан ұтамыз. Кім ұтылады, короче, сол дейтін, короче, 30 изумруд беру керек, короче. Давай ойнаймыз. Мен келсем, мен де келсем, бірақ ойынды қашан бастаймыз? Ойынды біз тап қазір бастаймыз. 1, 2, 3. Так, былай. Ойбай, қойшаппын ғой. Так, найти былай. Так, бәрін істеп түсу керек, жылым. Ар жаққа шын істеп көрін. Так, екеуін істеп түсу болды. Так, бітті. Так, мен видеом бар екен. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сен бірге мен Аликон. Және де біз бектің бүгін. Так, білмеймін есейтімізді үйде жүрмін. Әйтеуір үйдің суреттеп жүрмін. Мынау серпізау, короче, сондай, короче. Так, сыртқа шығамыз. Мен осы мына машина кімдікі деймін де, мына машина ше. Бізде мынау Нұрдың машинасы, мынау менің машинам, мынау Сартайдың машинасы. Мына жасыл машина кімдікі деймін де, анаңғаш бірақ маркасы әдемі. Осыны сатып, либо бір нәрсе керек. Или дейтін Сартайдікі ма, білмеймін. Біреудікі бар, мынау магазин ба, білмеймін, бір нәрсе ашылып жатыр ма, сондай бір нәрсе, короче, дейтін. Енді мынау біздің үй, Сартайдікіміздің. Так, мынау огород істелмеген әлі. Осы бізге бере салмай ма, істемесе ше. Так, енді біз дейтін жетелдерге барып қойық. Ойнау керек еді, ішім пысып отыр. О, как раз жетелдер тұр. Жетелдер, қалай жағдай, не істеп жатсыңдар? Есеп тұсыңдар, қалай жағдай? Шағалай. Чадам, неге сөйлемей жатсыңдар? Не қылды мынау? Қалайсың, не істеп жатсыңдар? Не болды? Ойнап жатсыңдар ма жаңа? Догонялка ойнап жатыр ендір. Сөйлеңдер шеше, майо. Тамам ұрып кетті, сендер сөйлей беремін, жай сөйлей беремін бақытты. Сөйлеңдер шеше. Бірнәрсе ойнайықта хотя әдейі істеп отырсыңдар ма да? Мен әке 10-ға шейін санаймын, тығыспа ойнаймыз, ал сендер тығылыңдар ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Артқа жанға тығыл жоқ, сол адам қуып ал жоқ. Так. Қайда екен? Неғып тығылмағансыңдар, не болды, пожалуйста, айтыңдар, жылайын ба, күлейін ба? Пранк ұстап отырсыңдар ма, жылайын ба? Ойнамаңдар, пожалуйста, қорқып аттың кіші сөйлемейсің, бүттірлік ет. Что-то мен істеп жатсыңдар, не жине алмайсыңдар, не істеп жатсыңдар, не білмеймін. Аликон, қойды шешеуі, көп істей албай отыр ғой мына жерде. Мен істейтін уақытым жоқ, сендердің бүгін мен не емес, короче, жұмыс істейтін күн емес. Сол үшін давайте чау, короче, мен дейтін кетуім керек. Кішкене көрсетші хотя біз білмей жатыр. Сонда алдынан бері қалай істеп жатсыңдар, ма түн бір бағанда еще дейтін. Қой, мен кетті мен, болмайды мынауларын ше. Дұрыстап істеп үйренбейсің мен ше, жандай екен. Соның бәрі істедің кесір. Кесір бар ғой. Сендер сол үшін ренжіп жатсыңдар ма? Енді менде уақытым болмады, еще мен смен болмады ғой. Қалай сендер, братандар, қалай ренжисіңдер ол үшін, бір күшті бір ойнай салайық та, бір осыны істей саламын менде. Барамды істей қоямын, бір басқа күні ме, или қазір беру керек па, сен сөйлеңдерші, пожалуйста. Сендер дауы сөйлемейсіңдер ма, бір жұмыс үшін сонда. Мен сендерді қалай не істеген білесіңдер ма? Кешіргенде алдында сен машинаның дөңгелегін ұрлап кеттің. Сендер байқамай тереземді сындырып алдыңдар. Сонда мен дым демедім ме сендерге? Жыламадым да, ештеңе істемедім де. Мен сендер үшін жұмыс керек па енді? Мен сендердің онда жұмыстарын жасап келейін енді. Сонда сурет жасыңдар да. Зато маған кайф, ойнаймыз. Сонда кеттік онда достар, мен жұмыстарын жасап келейін, огородтарын дұрыстап. Ема, мен уже обосраться етіп қалдым. Анан жасап күн ыстық тұрғанда ар жақтағын жасап, мына жеттеген емес. Тәген сөйлесіңдер ма? Сөйлеңдерші, пожалуйста. Неге? Жындысыңдар ма сендер? Мен сендер үшін бәрін кешірем ғой, осы бір град күшін ренжіп қалдыңдар ма сонда сендер? Или трач басмайсың. Сендер дейтін анаған ренжіп жатсыңдар ма? Ана кездегі не?
Эй, Алико, келшіш, давай машина тауылдық та қара. Келшіш, ойнайық бірге төртеуміз. Итак, төртеу үш жүретін. Жодаме қалайсыңдар? Мынау машина емес қой даже. Не мынау? Коляскада болған машина емес қой мынау. Қуасыңдар ма? Короче, мен бүгін айдаса алмаймын, үйде сүру керек. Короче, дейді, давайте. Не мынау? Қуасыңдар еще ортасынан тесігі бар ма? Жоқ, короче. Мен завидую. Ой, завидуйпын ғой вообще. Не мынау? Өзім машинамды айдаса алмаймын ба? Так, давайте онда мамай тұр. Алико, қобашыш нормально ғой? Давай, кеттім. Сендер соны бола ренжіп жатсыңдар ма, Сонда сендер мадан бері мені солай ренжітіп тұрсыңдар ма, не? Мен сендерге лучше қазір дейтін үйіме барып бір күшті машина бере салайыншы. Мыналар соған ренжіп жатыр ма? Сол үшін жылап тұр ма? Бізге ойнамаған үшін бұларға ойнауға қазір мына машинаны беріп қойыншы, и так керек емес. Сатса сонда бір ешкім алмайды, ақша шекпейтіні бере салайық. Бүгін күні болған екен, жол болған екен болсын. Так, бедік сындырып алмайық. Тек болсаң апап бере салайық. Лучше болса үйде тұрғанша. Болсам солай тиіп ала қалдым. Чүт тек қылып қазір бұлай. Мен саған осы машинаны берейін, давай. Так, осы машинаны берейін саған. Короче дейтін, сонда сөйлейтін жарсыңдар, сен сөйлемейсіңдер ме? Сендер ойнап тұрсыңдар ма? Мен ойынды көтере алмайды екен осы. Сендерге уже машина келіп тұрмын. Сендерге еще дейтін, саған тағы бір нәрсе беріп сонда сөйлейсіңдер ма сендер? Жай бере салайыншы, біз достар сықылатын жайым жоқ. Мен сендерге изумруд берейін. Сонда достар сықылатын шығасыңдар. Мен саған бір изумруд, саған екі изумруд, так саған да берейін. Саған да бере салайын. Досым соңғы аты не болды? Жеңеме ойыны шығатын шығарма бізде дейді. Достаточно ақша беріп тастады вообще. Қалай сонда достаточно ақша беріп тастады? Біз жай ғана не барса тыныш қапша дейтін. Біз үндемей тұруымыз керек. Кім соңғы сөйлеп қояды, сол 30 изумруд беру. Кім бірінші сөйлеп қояды, сол 30 короче, Алико машинамен изумрудқа рад души рахмет. Қайда кеттің? Ондай болса қайтар машинамды. Маған да рахмет, жұмыстар бәрін жасап шаршап тұр еді. Тәкші рахмет, ат души. 64 изумруд үшін ат души, ақша жоқ болып үйіме барып тамашып алайын ба? Достар, ана бәрі кетіп қалды. Мен жұмыстың бәрін жасап жүрсем, ана просто ойнап отыр екен. Кеш-кешін естіп үйге барып ұйықтаймын да. Давайте, достар, сен болған мен Аликом пока-пока шаршап атын ше. Ұйықтаймын үйге барып, сосын ертең сөйлеспесем, жаттарын бәрін қайталамын. Давайте,